ажырасайықшы. Болат, ажырасамын дегенің не сөз? Қанша жылға? Қанша жыл мен осы үйдің табалдырығына кіргенде өлі тыныштық. Айтшы маған соң. Сен білесің бе? Менің достарымның қаншадан балалар бар екенін? Неге мен үйге жұмыстан келген кезде өз балаларым алдыма жүгіріп шықпайды? Сен білесің бе? Осыған жауап берші. Кінә менен емес. Сен оны жақсы білесің өзің. Болат, Құдай өзі береді. Мұндайда сабырлы болайықшы. Сен қайда? Айтшы! Мен сені жақсы көрем, Еркежан. Бірақ адамға ұрпақ керек. Кешір. Мен енді бұлай шыдай алмаймын. Қарындасым, мен танымаймын деп қиындықтарын жасыра берме. Бағанан бері байқап отырмын, жылап отырсың. Аға, көңіліңізді түсірсем кешірім сұраймын. Мен осы жерден түсіп қалайыншы. Жоқ, ақшаң керек емес. Жаныңыз ашып келе ме? Сезіп тұрмын. Бірақ маған Алланың жаны ашымайды. Қанша жыл болды көзім құрғамай. Осылай жылап келе жатқаныма. Естігіш болса, көргіш болса, мені неге көрмейді, аға? Қарындасым, Құдайға әулие-әмбиелерге тіл тигізуге болмайды. Жақсы сөз жарымыз деген. Аға, білесіз бе? Менің шаңырағым ортасына түскелі тұр. 6 жыл болды. Күйеуіміздің ортамызда бір бала жоқ. Бір нәрестені аналық құшағыма басып, өмірге керек екенімді білдіргім келеді. Артыма із қалдырғым келеді, түсінесіз бе аға? Балалар ертең өспейді деп ойладың ба? Неше рет айттым саған? Bir қанағаты жоқ қатын болдың ғой. Келін.
Келеріңе айтыңдар ана. 40-қа келгенше қолынан түк келмеген. Айболат, біз осы өмір бақи өстіп жүре бермекпіз бе? Әне қатырам, міне қатырам деп келе жатырсың, а? Ей қатын, осы сенің аузыңның жабылатын кезі бола ма? Қойсай болды. Балалар тұр ғой. Естісін, олар да естісін. Мүмкін әкесі сияқты ертегідегі әлемді құшақтап жүре бермей, ертерек үйренетін шығар. Әке, тағы да көшеміз бар. Бұл жолы өзімізге өсек. Қазір мектептен ана 3 балаң келеді. Сенің 5 балаң бар, Айболат. Сенің 5 балаң бар. Құдай-ай, 5-еуінің тағдырын ойласам. Құдайым-ау, 5 баламен бір шаңыраққа зар қылдың ғой. Мейлтек құстың ұясындай кішкентай аяқ болсын. Мейлтек есігінен 2 ағаттап 4-не жететіндей болсын. Бірақ өз баспанамыз болса деп ем мен. Кешіріңіз. Көмегім керек емес пе? Отбасыңызда бірдеңе болып қалды ма? Мен үйден кетіп қалдым. Күйеуім мені көргісі келмейді. 6 жыл болды. Мен оған бір сәби сыйлай алмай келем. Түсінесіз ба? Мен бала көтере алмайым. Қарын ашты ма? Тұра тұршы. Мен қазір. Қиын жағдай екен. Дәрігерлер не дейді? Жатыр түтікшелері бітелген дейді. Онда экоға бар. Экстракорпоральды ұрықтандыру. Менің бір құрбым солай жасаған, солай балалы болған. Түсінем, әрине, ақшасы көбірек. Білесің бе, квотаға сен тегін болады, иә? Сол жерді бір көрсенші. Үмітті үзбеу керек. Қазір бізді апарып тастады, ана 3-еуін мектептен алып қайт.
көшіп кеткен үйге барып бізді масқара қылып жүрмесін. Айболат, мына баспана мәселесін бірдеңе қылмасаң болмайды. Әйтпесе қалада тұрдың не, ауылда тұрдың не. Айырмашылық түкте жоқ. Мен ауылда жүрсем, сенсіз де жақсы өмір сүрем. Не деп тұрсың? Кейде осы ойланам. 5 баланы алып, ауылға кетіп қалсам ба деп. Сенсіз де өмір сүріп кетерем. Қиындықтар кімде жоқ дейсің? Мүмкіндіктер қиындықтардың арасында жасырынып жатыр. Экоға баршы, мен саған деген ақылым осы. Рахмет саған, Айжан. Ертең солай жасаймын. Мен саған айтайын, Қазақстанның өзінде Эко мен 15 мыңнан астам нәресте дүниеге келген. Түсініп отырсың ба? Одан қорқатын ештеңесі де жоқ. Үй алатын да ештеңесі жоқ. Ей, тағы да отырып ағасың? Немене? Тараздың бүкіл жылаған қатындарын сен жұбататын бедің? Апа, ұят емес пе? Ол қызды күйеу үйінен қуып шыққан. Қуып шықса қайтейін? Күйкі тірліктен қашқады да. Салақ қатынның үйіне мейманы қашады деуші еді баяғылар. Қазір мейман келмей тұрып қатындары қашатын болды ғой. Сонда маған жаңалық қылып айтып тұрсың ба? Апа, осы сізге неге бәрі жақпайды екен? Жұмысымызды істеп жатырмыз. Қарнымыз аш емес, Құдайға шүкір. Өмір бұртиясында жүресіз. Осы сен келін болып түскелі. Тынысым тарылады мені. Білдің ба? Салақ қатынның үйінен сабақты ине алма деген. Мына дәмхананы жуып шайып тазалаудың орнына ботадай боздаған біреуді жұбатып отырсың. Жай барақат. Менің баламды әбден басын бағасың сен. Мына сенің орныңда басқа біреу болғанда жібі түзу. Бәрі басқаша болатын еді. Апа, қазір 21 ғасыр. Мен жалғасқа құл болу үшін тигенім жоқ. Онсыз да алдында құрдай жолға алып жүргенім жетеді. Баласын тудым, кәсібін істеп жүрім. Киімі бүтін, тамағы тоқ. Сізге одан артық не керек? Шапылдама маған. Даусының ащысын бет шығардым. Міне, сенің кім екенің міне көрініп тұр осы қылығыңнан. Көрдің бе? Осыны көрмей жүрген менің жалғасымды айтсаңшы. Уйбай ау, ай Құдай ай. Тұр да бар, жұмысыңды істе. Бала туғаным міндет қылады ғой маған. Ойбай. Осыдан басқа да қатын табылар еді менің балама. Бәт шығардым. Құдай ау, міндет қылады еді ау өзі. Ой Аллай. Саламатсыз ба? Сәлематсыз. Біз келдік, орналасып жатырмыз. Шашпай ауланы таза ұстаңыздаршы. Және ішімдік ішпеңіздерші. Қайдағы ішімдік? Солай демеңіз. Мен 5 баламды асырап отқан әкемін. Айту міндетім. Сіздердің алдарыңызда тұрған семьяда тәртіптіміз деп кіріп алған. Артынан үйімді ат қораға айналдырып жібере жаздады. Кешке қарай келем. Пәтер ақыны дайындап қойыңыз.
мәссаған. Мен ана үшеуін ұмытып барам ғой. Алло, мам. Еркежан, қалың жақсы ма қызым? Болат қалай? Бәрі жақсы, мам, уайымдамаңыз. Соңғы кезде көп ұрсатты естіп, әкең мазасызданып жүр. Әкеме айтыңыз, ештеңеге уайымдамасын. Бізде барлығы жақсы. Ботам сол. Сол әулеттің жақсылығын асырып, жамандығын айтпайтының үшін жақсы көрем сені. Мен сіздерді жақсы көрем ғой, мама. Біз де сені жақсы көреміз. Дәрігерге бардың ба? Жоқ, барғаным жоқ. Болат мені жақсы түсінеді, мама. Жақында жақсы жаңалығымыз болып қалады. Болат сіздерге сәлем айтып жатыр. Ал, сау болыңыз, мама. Ай, осы бар ғой. Мына сенің орныңда ше. Басқа қатын болғанда, мынау дәмхананы баяғыда мейрамханаға айландырар еді. Сен болсаң ана күйеуіңнің тапқанын, шашқанды жақсы көресің. Апа, болды енді жұмыс істейікші. Ана жалғас та қаққан қазықтай қатып қалды саған. Әйтпесе бар ғой, ана Сәлиманың қызын алғанымызда бар ғой. Құдай-ау, ендігі аузымыздан ақ май ағызып шалқалап отыратын едік. Апа, осы сіз неге біздің қызығымызды көп көресіз? Тып-тыныш қана жүре беруге болмайды ма? Жанұяның осыдан бұзылатыны менен гөрі сіз жақсы білесіз ғой, апа. Менің де ашуым бар. Шыдамның да шегі бар. Қызымдай көремін деп. Осындай қылықтар сіздерге жарасады ма? Апа. Тіпті ауыз аштырмайды ғой, О, көк бет. Ой, тәрбиесіз, Қарашай мынаны. Айжан, неге апама дауыс көтеріп тұрсың сен? Өйткені күн көрсетпейді маған жалғас. Отырсам тұр, тұрсам отыр. Келін болып түскенінде енеммен сырлас болам ба деп едім. Ал қазір күндес сияқтымыз. Ей, тым артық кеткен жоқсың ба? Не жетпейді осы сіздерге? Ойбай, не дейді мына?
Өмірдің кездескенде сан сынағы, әркімнің сүйенетін бар сыңары, арыңның сын емес пе сырқанаған, жарыңның жанарының тамшылары. Бағала барыңды, аяла жарыңды, кірлетпе арыңды, ошырма бағыңды, қателік жасама. Аманат шаңырақ, аманат босаға, аманат шаңырақ, аманат босаға. Ешкімді жолықтырмас өмір бекер, бес күнді аяулы жар көңілдетер. Ең шерлі кезінде де ғұмырыңның, еңсеңді ауыр мұңнан жеңілдетер. Жаман әйел төсегінен белгілі деген. Тұрмайсың ба? Жата бермеймі жылы ба? Апа, кешіріңіз, тұрып барам. Кеше шаршап қаппын ғой. Шаршап қаппын дейді. Ай, осы не істеп шаршап жүрсің осы сен, а? Құдай-ау бұтабасын сындырмайсың. Шаршадым дейді ғой тағы да. Апа, бара беріңізші, төсегімді жинап барам қазір. Ер қадырын білмейсің, ой. Еріңнің қадырын білсең, осылай шал жеп жатар ма едің түске дейін, а? Апа, мен осы үйден кетейін бе? Кетсем жеріңіз кеңей ме? Айтыңызшы осыны. Өй, сен кетсең, менің ұлым өте жақсы өмір сүреді. Осы сен ғой, ұлымның қолын да, жолын да байлап жүрген. Құдай-ай, жақсы қатын болсаң, баяғыда кетіп қалар едің ғой осы сен. Апа, жаңағы әңгімеңіз не? Енді енемен келін дегендей, Құдай-ау келін деген ерінен ертерек тұрмай ма деп Апа, басын ашып алайықшы. Ол менің әйелім. Балаларымның анасы. Сондықтан мен оны ешқайда жібермеймін. Өмірінің соңына дейін бірге болады. Ал сіз менің анамсыз. Сондықтан да мына бізді әрдайым қолпаштап, қолдап жүруіңіз керек. Мен түсінікті айттым деп ойлаймын, апа. Бірақ қазір сіз үшін қатты ұялып тұрмын. Так. Сізге балалы болуға болады. Баға бізде былтырдан бері еш өзгерген жоқ. 500 мың теңге мен миллион теңгенің арасы. Егер қалтаңыз көтерсе, онда тізімге алайық сізді. Есеп айырылысқан соң, ұрықтарды қосып, эмбриондарды аман-есен орналастырып бергенге дейін күйеуіңізді шақырған кезде осы жерден табылуы қажет. Әрине, аға. Жатыр түтікшелері бітелгенімен ағзаңыз қуатты. Барлық сараптама бойынша бала көтеруге дайын. Ешқандай өзге аурулар анықталмады. Көп рахмет аға сізге. Сізге де. Рахмет. Жақсы сау болыңыз.
Сіз кім боласыз? Мен Айболат Жауынбаев. 5 баланың әкесімін. Пәтерім жоқ. Тіркелсем деп едім. Жұмыс істейсіз бе? Иә, әрине. Өзімнің газелім бар. Жүк тасимын. Ендеше 5 балаңыздың құжаттарының көшірмесін беріңіз. Қазір. Иә, қазір. Түсінікті, сіздің бағыңыз бар екен. Мемлекеттік 7-20-25 бағдарламасы арқылы алдағы 3-4 айда пәтерлі болып қалуыңыз мүмкін. Біз 5 балалы отбасыларды кезектен тыс қарастырып жатырмыз. Ого. Рахмет. Рахмет, бауыр. Рахмет сізге. Жақсы сау болыңыздар. Жақсы. Жалғас мені көрмей жатыр. Жарты сағат күтесің. Мен қарным аш емес, Айжан, мен саған келдім. Жалғас, кеше апама қатты сөйлеп жүрген жоқсың ба? Анам ғой, түсінеді. Анығы түсінуі керек. Енді әр еркектің анасы осылай отбасына араласа берсе, мен дұрыс емес деп ойлаймын. Кейде жастарға өз тағдырын өзі шешуге мүмкіндік беру керек. Мамам ренжімейді, қорықпа. Мынау саған сөз айналып ұмытып барам. Рахмет. Бұл сен маған өмірінде бірінші рет сыйлаған гүлім білесің бе? Қой, үйленгенде берген. Ол есептелмейді ғой. Бұл дәстүр үшін мен үшін емес. Жаным, апам сондай адам енді. Табиғаты солай жаратқан, қырсықтау кішкене. Енді не істей аламыз? Көнеміз. Сөйтіп алдап сулап өмір сүреміз. Бірақ біліп қой, мен сен жақтамын. Жаня, үй беретін болды. Енді біздің өзіміздің үйіміз болды. Баяғыдан бері неге бармағансың? Мемлекет сыртынан жек көре бергенше. Айттым ғой саған береді деп. Біз сияқтыларға береді пәтерді. Оны кім білген? Енді біздің балаларымыз пенжерде ұйықтайтын болды, иә? Менің бөлмем болатын болды. Иә. Оның үстіне мемлекет бізге пәтер ақысын азайтып төлеуге мүмкіндік беріп отыр. Мынаған төлегенше өзіміздің пәтерімізге төлемейміз бақша.
Сәлематсыз ба? Жаңадан көшіп келіп жатырсыздар ма? Иә, бізге мемлекет үй берген. Бір апта бұрын салтанатты шарада кілтін алғанбыз. Бүгін үйге келіп жатырмыз. О, құтты болсын. Рахмет. Осы үйлер дұрыс сияқты, иә? Жас отбасылардың барлығы осы жерге орналасып жатқан сияқты ғой. Сен ұнатып жатсаң, осы үйлерден де пәтер аламыз. Өмірдің кездескенде сан сынағы, әркімнің сүйенетін бар сыңары. Арыңның сын емес пе сырғанаған, жарыңның жанарының тамшылары. Бағалы барыңды, аялы жарыңды, кірлетпе арыңды, ұшырма бағыңды. Қателік жасама, аманат шаңырақ, аманат босаға, аманат шаңырақ, аманат босаға. Ешкімді жолықтырмас өмір бекер, 5 күнді аяулы жар көңілдетер. Еңшерлі кезінде де ғұмырыңның, еңсеңді ауыр мұңнан жеңілдетер. Бағалы барыңды, аялы жарыңды, кірлетпе арыңды, ұшырма бағыңды. Қателік жасама, аманат шаңырақ, аманат босаға, аманат шаңырақ, аманат босаға.